Неге? Бұл біздің ұлттық ойынымыз. Ұлттық ойынымызды енді қолымызға етіп отқанда, одан бет тұруға болмайды. Мен солай деп ойлаймын. Жексенбай аға, талай жерлерді аралап жүрсіз ғой, мінекей. Әли Акбар, Әбілқасым, көкпаршы адамсыздар, мысалға Түркмения жерін, Тәжікстанын. Солай ма? Ол жақтағы жағдайлар қалай өзі? Оларда да аттың жиналу саны осындай 1500-ге жете ме, жоқ әлде жетпей ме? Ол жақтарда сол жаңағы жұмыстан кейін болады ғой. Көп жерде Өзбекстандарда ояқтада салым жақсы береді. Ояқта жаяу көп болады әсіресе. Қолы бас адамдар ояқта келе береді. Атты бір 200-300 400 ат жиналса, ал жаялар о жерде бір 200 метр болады келе береді. Олар барған меймандарға ұнықпейді. Мысалы қанша адам барса, мысалы 2000 адам барса 2000 адамға жай береді. 2000 адамға үй дайындайды. Соның ауқатын береді. Аттардың жем шөбін береді. Ол мысалы бізде Қазақстаннан барғанда 15 атты болмас, Құдай бергендерде басқа барлығымызда бір жүреміз ғой, 6-7 машинамен. Сонда сол қатар 3-й 4-й болса, мысалы әр тойда бір күннен қонық береді, бір күн. Тойларға қарап екінші тойға баруымыз керек. Екінші той біз күтіп алып, пәлен ауданнан келген адамдар пәленшенің үйіне, сол Саққоздың пәлен Саққоздан келгенде бәрін үй дайындап қояды. Біз барамыз деген үй дайын. Біздің бетімізге қарай тағын сол бөліп жібере береді. Тамашасы жақсы күтеді, салымды жақсы береді. Ол сендер біз Қазақстаннан келген екендер деп қақпаламайды, бастағымайды. Бізден тәртібі жақсы Қазақстан. Тәртібі жақсы күтеді. Әли Акбар, бұл жөнінде сіз енді Қазақстан құрама командасының сапында сіз Краснодарға барып чемпион болып қайтқан азамат. Мен Қазақстанның құрама командасы емес, Өзбекстанның құрама командасы. Өзбекстан, ғафу етіңіз. Краснодарға барып, Краснодарда осындай біздің ережеменен, осы оңтүстіктің ережесіменен. Бірақ онда аттың саны шектеулі болды. Аттың саны, мысалы үшін, бір командада 6 адам, бір командада 6 адам болады. 6 адамнан 2-ге бөлінеді. Өрді жаңа, енді, негізгі біз оңтүстік жақта, жаңағы, жек адамда көкпар берсе, судьяны жаңа не қояды? Болдығымат деген кісі болады. Ояға, мысалы үшін, Құдайберген ағамыз салып, бер жағына Әбілқасым салып деп, аттарын айтып, келді шатықта тұрған, микрофон тұрған адамдарға айтады. Ал ояқтағы судья қолында қырады, көкпарға 2 еп табады, 6 адам. 2 капитан команда шығады, 2 шығып, қысқырғаннан кейін, астыда 5 адам тұрады, сол 5 бізде жабылып. Көкпардың салмағы 40 килодан аспау керек ояқта. Бұл ереже сонда біздің ұлттық спорт өнерімізге сәйкес келе ме, келмей ме? Енді біздің оңтүстік жаққа тура келмейді негізі енді ояқта. Тура келмейді себебі жаңа санаулы адам болады шына көйі сол жүгел бәрі қатыса алмайды ғой. Қатыса алмайды. Сол енді 6 адамнан қатысты, басқа шетте қарап тұрады. Ардарбек, бұл жөнінен енді өзіңіз жаңадан ереже дайындап өткен азаматсыз. Енді жаңадан құрбатсыз ғой, мына ат спорты, жалпы ұлттық ат спорт ойындарының федерациясын. Құтты болсын айта келіп, осы жөнінен өзіңіздің пікіріңізді білейін деп. Мына бұл биыл қыста Құдайберген ағам тойына болдым да, тойына барып көрдім. Сонда әлгі 1000 адам жиналады, 1000 ел жиналады деген сенбеді. Өзім барып көрдім. 1000 адам жиналды ғой, 1000 адам деп ол 5000 адам болды, бірақ жылқы ат үстінде 1000-ға жетті. Сонда бір көкпар үшін қанша адам келеді? Сонда мен байқап қалғаным, енді біздің мына Алматы облысында көкпар ол басқа. Бізді көкпарды алады да ауыл-ауылына тартып кетеді. Халықтар, үлкен кісілер, балалар ешкім көремей қалады. Қайда кетті, анда кетті, бақ-бақтың ішімен тау-тауына кетіп қалады. Міне көкпар. Өзі көкпар елдер мәшінесімен келіп, сөрді қойып, әлге мерейді қойған деп, 2 мерейдің ортасы бір 400-300 метр қойдым. Сол мерейді енді қарап отырғанда байқадым. Енді ешкім танымаймын, өзім бардым. Содан кейін әлге Қырғыздан елдер келді, өзбектер келді. Сонда елдер бүткіл ауыл қабылдап алды ғой. Қабылдап алғанда жем шөбі бар. Әлге біздің мына Алматыда жаяу көкпар дейді ғой. Келін вечер дейді, вечерге арақ ішіп алады, мінекей вечер содан өтеді. Әскерге барса, сүндетке отырғызса айтады. Онда мынандай көкпар бізде жоқ Алматы облысында.
Sonra bari körüp, ağamın tanışıp, sonra gördüm. Mine janımda inişegim otur. Ekinci günü aytör Көкпарды әкеліп салымды салып та күштей алды. Ал соңғы мен танымай отырмын, барып бетіне сүйдім. Ана қарагер аты бар, енді палуан деп айтуға болады. Барып көріп, соңғы ойладық та газетке жаздым. Газетке Солтүстік Қазақстан, орысша да жаздым, орыстың қақы білсін деп Каспрадоға жаздым. Сонан кейін не керек, мерге үлкен кісілер ағаларымыз бар Алматыда, мына институт физкультура дейді ғой енді. Осы жерде Таникеев деген ағамыз қазір заведующий кафедра болды. Кафедра ашылды. Биыл 25 ауылдан жігіттің балаларын алдық. Олар енді тренер болады. Енді мына кітап шығардық. Біздің өзіміздің мына ұлттық ойыннан кітап шықты. Енді мен ойлап отырмын, мына федерация ашылғасын жігіттер келіп әйтеуір сайлады. Енді мен өзім ойлап отырмын, мына бәріміз жаңа жылдың алдына қосылып бір конференция ашып, мына өзіміздің ұлттық ойынның әлгі несі правиласы бар ғой, соны бәрін ұйымдастыр ережесін бас қосып соны ұйымдастыруымыз керек, ақылдасуымыз керек. Құдайберген аға сияқтылар десеңіз еңбек адам кеткен өзбектер, таджиктер, түркмендер бәрі таниды ғой, бұны жас жігіттер де біледі. Жексенбай ағаны да азаматтардың бәрін көкпар еңбегі сіңген. Еңбегі сіңген кісі. Сол енді ақылдасып, бір бас қосып, ұйымдастырып, соны етуіміз керек. Сондықтан мына былай айтқанда өзіміздің Алматыда ипподромымыз бар. Республиканский ипподром дейді. Ол жерде біздің өзіміздің әлгі қазақтың иісі жоқ. Бәрі әлгі орыстың ұлттық ойындары әлгі жорға аттары бар. Арбасын байлап алады да сол жүгіріп жүреді. Біздің көкпарымыз қайда, бәйге аттарымыз қайда, жүйрік аттарымыз қайда. Неше жылдан бері шауып келатырмыз ғой, әртүрлі ғой, әр жерде әртүрлі болады. Бір қалыпты емес. Шымкенттен бері қарай өтсеңіз басқа, ол ар жағына барсаңыз басқа, Өзбекстанда басқа, әрқайсысы өздерінің білгендерін шауып, бұрынғы ата салтыменен келатыр ғой. Ол енді мынау мынандай болсын деп бір жаңағыдай не шығарып қойған ештеңе жоқ. Әр елі өзінің салтын істеп келеді осы қойын. Ал енді мынау көкпарды қалып баратқан нәрсе, мынау жүзеге шығарып осындай қызмет қылып жүре келсіңдер, рахмет. Мынау Есімай ағамен, мынау Құдайберген ағамен біз көкпарды бірге шабысшымыз. Қазақта мақал бар ғой, жаңа ат ердің қанаты деген. Өзі бұл шабандоз болу үшін де ат жақсы болу керек. Жаңа кешегі уақыттарда осы аттың жаңа жойып жіберді ғой, осы ат керегі жоқ деп болса, осы бір 15 жыл бұрын біздің қазір аттарымыз тұқымдары майданып кеткен. Жақсы аттарды осы кандидаттармен алып жүрміз, сол жаңағы көкпарға жаратқан аттары солай. Мен қазір осы 3 жыл отырмыз. Менің тілегім осы аттардың тұқымына өзі жақсы алсақ, жақсы кандидаттарынан аттар әкеліп балдарынасақ, оны өсірсек кейін мынау біздің енді қазақтың мақалы жаңа ұрпақтан ұрпаққа дегендей жалғастырып ата-бабамыздан мінекей сол кейінгі жастардан соны көріп мынау аттарды тәрбиелеп ол аттардың қандай шапқанын мынау кейінгі мінекей осы кісілердің барлығын мінекей жаңағы тәрбиелеп жүрген жастарымыз бар көп ауылда. Сол жігіттер енді саны көбейе берсе мынау аттың да тұқымдары жақсы болса деп мен енді. Біздің қазақ халқымызда ата-бабаларымыздың қанаты болған бұл жылқы деген мал, ақан сері деген ақындар өткен, небір ақындарымыз өткен. Енді мынау сіздердің мынау ұйымдастырылған нелеріңізге ақан серінің жігіттер деген термесін орнатып берсеңдер. Bana
şarkay bir koyma çağırmay Şümit bab gavhar ay 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 asıl bolsa Elsiz zavjana kelin asıl bolsa Her kaşan jigit sonday tavır bolmaz Nifakta şüyükten yazın bolsa Har geçken kayılmaysın kılıç bolsa Yine zahım ölenin baydın bolsa Kırkınday sekiz kıllayı bolsa Jigit zorgaday kelmayda jigit bolsa Baykan ahılında jalgan barmay Köründen miğa tavır bolsa Ondala şamşırıqtay ay hay Tanar bolsa Şindav kalın topun yanar bolsa Hakikat jigitlikten delisiz solsun Ülken bolmay görüp kanır bolsa Hakikat jigitlikten delisiz solsun Ülken bolmay görüp kanır bolsa Gidiray Осы кейін кезде осы жас балалар бар ғой үйдегі жаңағы 6 жас 5 жастан жоғары қарай солар енді көкпарға сол бәрі де әр үйде бір тай ол үйдегі тай болмаса жаңағы кешке малдың алдынан шықпаймын дейді қараматардың қайтарамын дейді иә ал енді сол балдар бұл келешегі сол жастардан шығады ғой көкпар шабу үшін бұл адам жастайынан атқа міну керек малға айланысу керек мысалы қалада қызметкер кісілердің балдары шабандоз болмайды ол қызметкер болады шабандоз ондан сол малға араласып жүрген малға мініп жүргеннен шығады небір палуан жігіттер бар мысалы бір керекті нәрселердің бірі менің ойымша мынау